азаматсың ғой. Азаматым, мен халықтың денсаулығын ойлап жүрген жігітпін мен. Мен де қазақ азаматым. Мен халықтың бірде-бір денсаулығын ойлап жүрген азаматпын мен. Сен денсаулығын ойлап жүрмісің? Сен арам оймен жүрген адамсың ғой сен. Сен балақта тұрсың ба? Балақта жүрмін. Сағат 6-да Сен кімсің сен? Анам қарасың. Жоқ, сен кімсің? Кім боласың өзің? Сен сағат Жоқ, сен өзің кім боласың? Сен кім екенін таныстырмай қалайда мені? Сен бірінші маған келіп сөйлепсің ғой. Сен маған айтсың сен бірінші. Мен саған не үшін айтуым керекпін? Жоқ, мен саған не үшін айтуым керекпін, соны айтшы маған. Сен мына басшылық емес, ана дұшпан ретінде келіп жатсың ба, білмеймін бірақ. Ұнамай ма? Мен видеоға ішін түсіруге қауіпсіздік сақтаңдар деген ұнамай ма, сотқа бер, пожалуйста. Мен саған ұнамайды емес, ұнап жатыр да, бері қара. Сен кімсің сен? Сен толық ашына жүрсің, мен қалай айтамын саған? Мен саған не үшін айтуым керек? Мен саған не үшін өзімді таныстырғым керек? Мен саған не үшін таныстырғым керек? Аға ретінде бері қарашы. Сен ағамсың ба не? Не үшін түсіндіріп отыр? Сен менің ағам боласың ба не сонда не? Мен саған аға ретінде де бері қара деп бармын. Аға ретінде бері қарап, толық аты жөнің таныстыршы деп жатырмын. Сен таныстырып тұрсың да? Сен не үшін түсіндіріп білесің бе? Сен қол білесің ба? Мен білемін. Біріншіден сен өзіңді таңға сөйлеп бастадың. Мен саған полиция қызметтеріне мен саған сөйлеген жоқпын біріншіден. Міне осындай біздің соның тірлігі. Бейтаныс бір жігіт келіп, маған ақы үйретпекші. Меніңше бұл қызметкер болу керек. Алттан кейін дейді да маған. Қандай алттан кейін? Мен халқының, әрбір қызметкердің өмірін қауіпсіздік үшін мен сақтайды деп айтқаныма қарсы шығып отыр. Міне бір өзін таныстырмайды. Мен сол жерде соны алдап тұрамын, өзін өзгеріп, маған бір өкілік танытып, былай ақ үйретпекші ма, білмеймін ғой. Қандай мақсатта келгенін, бірақ толық жеткізе алмады ол кісі. Аты жөнін есіңізде болсын, әрбір егер сондай қызметкер келетін болса, өзін толық таныстыру міндетті. Тұрғын таныстыру міндетті емес ол кісілерге. Первое обращение дейді ғой, орысша тілінде. Мен ол азаматы өзін өзі келіп менен сұрайды. Сіз не үшін жүріп жүрсіз? Анау, мынау, короче. Енді ағаңнелер қозғап. Енді аты жөнін айтып айтпайын деп. Ақ үйреткісі келіп жерде, жалпылама. Сондай. Сау болыңыздар. Яқты. Осындай Мырзакент тұрғындары. Жалпылама. Сен ойыншы, мынау автосалонның тамынан жеді ғой сен ойын, негізді. Жоқ, сен кім боласың? Негізді? Жоқ, сен кім боласың? Осы автосалонның... Қой, мен миымды ашытпашы. Миымды ашытпашы. Миымды ашытпа. Миымды ашытпа сен, бәлеқолық болыпты ғой сенге, бәлеқолық болыпты ғой. Сен түріңнің арасында бәлеқолық қой. Сен дұрыстап сөйлей бер. Айтсаң... Жоқ, сен кім боласың деймін, маған қарап сөйлейді. Кәке, ғайыза, сен өзің таныстырмағансың, мен саған не үшін таныстырмағансың? Мен саған не үшін таныстырғым керек? Соны айтшы маған. Мен саған не үшін таныстырғым керек? Полиция қызметін кез келген азамат маған қарап бір кеп сөйлесе, өзіне өзі кеп сөйлесе, өзін таныстыру міндетті емес па? Мен ол кісіге жолаған жоқпын. Сіз қызмет органысыз ғой. Дұрыс па? Міндетті емес, айтыңызшы сіз. Неге, не үшін таныстыру керек? Соның ішіндегі сотрудник па? Иә, адамның адам тұрғындардың, Мырзакент тұрғындардың қауіпсіздігін сақтаңыз деп өтініш қылдым қызметкерлерге. Бет берді, кететін отырып міндетті ғой, дұрыс па?
Иә, карантин уақытысы мен просто халықтың өмірін бірінші ойлап жатырмын. Екінші, қызметкерлердің, егер бір қызметкер ауырып қалса, халық құжатын турламай кішкене қиындық душар болады ғой. Сол үшін қызметкердің өмірі бірінші дәреже. Халықтың өмірі бірінші дәрежеде сақтайық деп, мен прямой эфир түсірген 24 конституция білесіз ғой, сөрек қабылдаса имеем право. Дұрыс па? Хақымыз бар ғой. Карантин режим сақтайық, тұрғындар жауап етеді. Рома, бауырым, өтініш, соңға барсақ қауіпсіздік жоқ. Біз ауырып қалсақ, біреуден зардап шексек, бізге кім емдік шара береді? Сол үшін бірге күресейік, бірге тәртіп сақтайық деген мақсатта кіруге қолымыз. Біз сын алып, назарда... Сол сияқты мен бұл сонда әрбір мекемені халық салық төлеп жатқан екен, оны бақылауға алуға құқылы. Қауіпсіздігі жағынан. Мен сол мақсатта кіргенім, ол азамат келді, қазір маған да өзіне сөйлеп жатыр. Бірінші обращение, ол таныстыру керек бірінші. Не мақсатта келді? Дұрыс па көке? Жоқ, кім ол жаңа? Сотрудник дейді маған. Сотрудник дейді. Енді анау, ол енді 425-ші бапқа байланысты карантин режим талабын бұзған үшін айыппұл алады ол кісілер. Соған жаны шығып жатқан жерде. Қазір Нұрсұлтан есімді инспектор келіп, әкімшілік хаттамасын толтырып жатыр ол кісіде. Ол міндетті. İşte Kırmızı Nursultan geldi çağırdı. Иә, келді, тіркеп жатыр ол кісі. Соңға да тіркеп жатыр. И қызметкерлер тіркеп жатыр. Мен просто адамдардың өмірін қауіпсіздігін бірге күресейік деймін да. Сақтайық. Бізге, мысалы қараңыз, сіздер де орган қызметкерсіз да, сіздердің де бізге керек адамсыздар. Сіздерге халық керек адам. Дұрыс па? Сол сияқты бір-бірімізге артық кетудің қажеті жоқ. Сіздердің өмірлеріңіз де біз үшін маңызды. Халықтың өмір сіздер үшін де маңызды да. Сол үшін мен мына жерде қауіпсіз сақтайық деген мақсатта кірген едім. Мен айтып отырмын ғой, егер ұнамай ма түсірген, сотқа беруге құқылы келген азамат болсын, қызметкер болсын, мен балағаттаған жерім болса, дәлелдеп, мен просто келем, дұрыс жағынан тартуға әрекет қыламын. Негізі сізге бізден негізі бар ма жоқ па, соны айтыңызшы. Бірінші сұхбат құруға кейін кісі. Мен өшіп тұрмын да, бір азамат кетті, өзі танысмай, мағыра дөрекі танысып, мен бір талап ете аламын ғой. Сен кімсің, қандай мақсатта келдің алдыма? Ете аламын ба, ете алмаймын ба? Мен сенің оны жеке басынан толдырсың, кімсің? Жоқ, енді дұрыс қой, мен білу керек қой, оны танымаймын мен мысалы да. Негізі құқығымыз бар ма жоқ па, соны айтыңызшы. Әрине, соны талап етемін, орындамайды. Жақсы, іске сәт, әкем.